Сәлем баршаңызға. Бүгін езілмейтін және жыртылмайтын манты жасаймыз. Видеоны қарамастан бұрын каналға тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіз. Жаңа видео шыққан кезде бірінші болып көре аласыз. Ең бірінші қамырды илейміз. Ыдысқа бір жұмыртқаны жарып саламыз. Үстіне тұз саламыз және 200 грамм салқын суды құямыз. Тұзы ерігенше және сұйықтығымыз біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Ұнды өлшеп алдым. 530 грамм ұнды аз-аздан салып отырып қамырды илейміз. 200 грамм суға 500-550 грамм аралығында ұнды саламыз. Әр ұн әртүрлі болғандықтан және ұнның тығыздығына байланысты бастапқы уақытта 500 грамм салуға болады. Осылай қатты қамыр илеймін. Егер ыдыста дұрыс иленбесе, дастарханға түсіріп, осылай үстінен басып шығуға болады. Және қамырымызды осылай езіп, арасында ұн қалмағанын тексеріп, 7-8 минуттай қамырды илейтін боламыз. Осындай зуала жасап, пакетке салып 15 минутқа тындырып қоямыз. Қамырды екіге бөліп, осындай зуала жасап, тағы пакетке салып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Ал енді салманы жасауға кірісеміз. Пиязды ұсақтап тураймыз. «500 грамм фаршқа 400 грамм пиязды турап алдым. Ал енді картопты тураймын. Негізі оны қосу шарт емес. Осылай 4 бұрышты етіп кесемін. Еттің үстіне пиязды саламыз. Тұз саламыз және қара бұрыш саламыз. Алдымен пияз бен қара бұрышты бірге араластырамыз. Етке тиіспейміз. Осылай жақсылап езіп, сосын барып етпен бірге араластырамыз. Енді картопты саламын. 3 ас қасық сұйық майдан құямын. Негізі сұйық майдың орнына құйрық май қосқан дұрыс. Менде жоқ болғандықтан сұйық май құйдым және құйрық майды ұнатпайтындар үшін осылай сұйық май құйған дұрыс. Міне дайындап алдық. Ал енді қамырды жаямыз. Біреуін алып, екіншісі пакетте тұрады. Алдымен зуаланың үстіне ұнды сеуіп, үстінен қолмен басып, осылай домалақ пішін жасап аламын.
Осылай шетін басып отырып, қамырымызды жайып аламыз. Қамырды жайып болған соң, осылай жинаймыз. Осылай кесуге ыңғайлы етіп дайындап аламыз. Және барлығының көлемін бірдей етіп кесіп шығамыз. Енді кесіп алған қамырларды осылай жазып, бір-бірінің үстіне қоямыз. Міне осылайша төртбұрышты етіп кесіп шығамыз. Барлық қамырды жайып, енді салмасын салып шығамын. Бұл түйу әдісін барлығы біледі деп ойлаймын. Осылай бір-біріне қарама-қарсы бұрыштарын біріктіріп, түйіп шығамыз. Листті майлап, мантыны қойып шығамыз. Және мантының арасы бір-біріне тимей тұрған дұрыс. Бірақ араларын тығыз етіп қоямыз, сонда піскен кезде қамыр жайылып кетпейді. Осы кезде суымыз қайнап тұру қажет. 40-45 минутта пісіріп аламыз. Міне манты дайын болды. Осылай езілмей, жабыспай, әдемі болып піседі. Сіз де осы рецептпен жасап көріңіз. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және парақшаға тіркелуді ұмытпаңыз.